Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Құрметті ұстаздар, құрметті шәкірттер, құрметті мамандар. Бүгін міне айтулы бір күн болып тұр. Естеріңізде болса, осыған дейін біз желтоқсан айының соңында шілдеден бастап 2025 жылдың шілдесінен 2025 жылдың желтоқсанына дейін бір қорытынды іс-шара өткізген болатынбыз. Міне бүгін кезекті жарты жылдық іс-шара қорытындысына жиналып отырмыз. Бұл қорытынды іс-шараның негізгі форматы алдыңғыдан сәл өзгешелеу. Алдыңғы біздің қорытынды іс-шарамыз негізінен сандардан, цифрлардан детальный анализ көрсеткен болсақ, бүгін жалпы сол іс-шарамызды осыған дейін жасаған азды көпті нәтижелерімізді қазір енді продукт бойынша, яғни ағарту академиясында жасалған жаңа дүниелер бойынша дархан жеке-жеке таныстыратын болады. Бүгінгі күнді таңертең ерте бастадық, сағат 7-ден бастап осы жерге автобуспен спринтермен келіп, завтракты осы жақтан жеді, ойындар ұйымдастырылды, эстафеталық ойындар. Алла қаласа осы іс-шарадан кейін де ағаты күн жақсы болып тұрса жалғастырамыз. Сондай-ақ осыған дейін міне қазір нәтижелерді көреміз. Енді сол нәтиже ағарту деген ол бір адам немесе бір топ адамның жұмысы ғана емес. Ол дегеніміз осы жерде отырған әрбіріміздің белгілі бір үлесіміз бар. Соны елеп ескеріп, бағалап, бүгін азды көпті сыйлықтарымыз бар. Соны табыстаймыз. Енді ол сыйлық сіздің жасап жатқан жұмыстың нәтижесі немесе таза бағалау деп қарамаңыздар. Ол жалпылама осы қазіргі біздің, яғни ағартудың қазіргі әлеуетіне сәйкес кішігірім алдағы уақытқа сіздер үшін бір мотивация болу мақсатында жасалды. Сондай-ақ сыйлықтардың дәрежесі де әртүрлі. Ол осы күнге дейін жасаған жұмыстарымыздың былайша кезде қаншалықты деңгейде кім үлес қосты, сондай деңгейде бөлдік. Оның ішінде ағарту академиясы ашылғаннан бастап жұмыс істеп жатқан жігіттер бар, қыздар бар. Сондай-ақ енді қосылып жатқан, қатарымызда енді қосылып жатқан студенттер бар. Сондай-ақ міне біз күні кеше ғана тұлға зерттеу және дамыту орталығына келген, біздің Ақтөбедегі дайындық курсына келген жігіттер, қыздар отыр. Сіздерге де ағарту академиясы деген не, ол неден тұрады, және біздің командамыз деген кім деген сұрақтарға бүгін сіздер жауап аласыздар. Сондай-ақ сіздерді де біз осы ұжымға шақырамыз. Бүгінгі жасалған тимбилдинг болсын, жасалатын іс-шара болсын, сыйлықтар болсын, сіздердің ағарту жайындағы түсініктеріңізді кейінірек ашуға бағытталған. Ал енді жалпы осыған дейін жасалған азды көп нәтижелеріміз бойынша қысқа да нұсқа қазір дархан бізде продукт бойынша негізгі нәтижелерді шолып шығатын болады. Ары қарата марапатымызды жалғастырамыз. Жалпы біздің продуктымыз бірінші кірген бетте біз қазір таңда алғашқы бетте номер теріп кіреміз. Өйткені номер теріп кіру бізге жалпы лит алып келеді. Әрбір номер, тіркелген номер біздің базамызда сақталады. Және ол жерде аты жөні, мысалы ер немесе әйел екені, және қазақ және орыс тілінде қай тілді таңдайды, соған сай біздің базада барлығы сақталып отырады. Және одан кейін тағы бір ерекшелігі бізде WhatsApp номерге SMS болып келеді. Өйткені WhatsApp номер әлемдік деңгейде кең таралған біздің жалпы бір приложениенің бірі деп айтсақ болады. Бұл жерде кез келген әлемнің кез келген әлемнің кез келген жерінде жүрген адам кіре алады. Бұл жерде қазақ тілін таңдау арқылы біздің қазақстандықтар, болмаса шетелдіктер басқа да WhatsApp қолданатын шетелдік азаматтар кіріп қолдана алады. Әрі қарай бұл жердегі логикалар енді дизайн жақтан және бізде фронт энд бэкэнд жақтан келетін SMS кодтардың жүйесі бар. Номер біздегі WhatsApp кодты, SMS кодты дұрыс термеген жағдайда бұл жердегі логика бойынша қызыл жанады. Өйткені адамға ескерту ретінде. Дальше әрі қарай кішкене жоғарыдан көтерейінші. Жоқ, төмен. Кішкене
бұл біздің айтып отқан номер теріп кіргеннен кейін ер немесе әйел екені және қай тілде оқығысы келеді, қазақ және орыс тілде оқығысы келетіні сол арқылы таңдап дальше біздің приложениеге өтіп кіреді. Ол себебі бізде қазір таңда әйел және ер ментор бар. Сол себептен әйел адамдарға арналған әйел ментор бар. Оны біздің приложениедегі жұмысына және аты жөніне қарап біздің сайт бар, админский сайт. Админский сайтта ол жерде сол арқылы бізде қызмет жасалады. Жалпы ішкі главный беті, басты бетте бізде қазір таңда намаз уақыттары бар және тәжвид және Құран әліпбиі және тегін біздегі дәрет-алу, намаз оқу видеолары бар. Оны тегін көре алады және бұл жерде анимациялық сурет және онымен текстер көрініп тұрады. Жалпы бұл жердегі сатып алмаған жағдайда бұл жерде көрініс табылады. Бұл жерде сатып алғаннан кейін біздегі мұздату, жалпы заморозка деп аталады. Жалпы 5 күнге, бір айда 5 күнге заморозка алады. Өзінің оқып жатқан сабағын 5 күнге тоқтата алады. Әрі қарай біздегі сатып алып, қазір таңда оқып жатқан шәкірттің несі, көрінісі, оқу дегенді басқан кезде дәрше біздің әрбірді әліпбе және тәжвид бөлімдеріне, Құран бөлімдерін өткізеді. Әрі қарай бізде бұл жердегі профиль, жалпы бұл жердің ішінде бірнеше фичалар бар, жалпы функционалдар бар. Оны да әнімарды көрсетеміз. Бұл жерде қазір таңда жалпы шығуға қатысты көп жағдайда бізде мынандай нәрсе болады. Адамдар бізден приложениеден шығып кетеді, менторға жазады, мен приложениеден шығып кеттім дейді. Ол кісі біздегі логика бойынша WhatsApp-тарды біз свернут жасап арқылы шығып кетеміз ғой. Бұл жерде шығу дегенді басып үлкен кісілер абайсыз шығып кетеді. Сосын бізге қайтадан өтініш жасап, мысалы кіргізбеуін өтініш жасап айтады. Сол кездегі біздің көрінісіміз шынымен сен шыққың келе ме, я жалпы приложениеден шыққың келе ме, шыққың келмей ме деген сияқты рұқсат аламыз. Ол сол кезде барып не істейді, түсінеді, приложениеден шығып кететінін. Профиль бөлімі өткен кезде бізде сертификат, тілді таңдау және хабарлама, пуш, жалпы намаз уақыты, ментордан келетін сообщение, тағы сол сияқты біздің уведомление, пуш уведомлениелер бар. Одан кейін біздің заморозка, техникалық қолдау, жиі қойылатын сұрақтар, қосымша туралы ақпарат және біздің реалдық саясат. Әрі қарай өткен кезде біздің жаңағы айтып отқан профилдің ішінде тағы бір не бар. Адам өзінің қазір таңда бізде бұл жерде анимация тұр. Біз соған қарай өзгерттік. Және өзі аты жөнін, номерін, болмаса аккаунтты жоя алады. Кез келген адам өзінің данныйын біздің базада сақтағысы келмесе, аккаунтты жойып тастайды. Дәл сол секілді біздің қалай жазылып жатқан дизайн система бұл жалпы айтқанда қалай жазылып жатыр, қалай көрініп жатыр, қалай тұр, қалай жазылып болды, осының барлығы бір жерде көрсетіледі. Дальше бізде қазір таңда сертификатқа кірген кезде сертификатты біз бұрын қолмен жазып, почтадан салып жіберетін едік. Қазір таңда біз приложениенің ішінде печать таңбасы басылған. Бұл жерде өзгертілмеген, қазір таңда неде печаты басылған күйі тұр. Біздің ағарту академиясының печаты басылған арнайы полностью толықтай әліпбе, тәжвид, Құран бөлімін өтіп болғаннан кейін бізде бұған сертификат бөлімі ашылады. Сертификат бұған тегін жүктеле алады, немесе бөлісе алады сертификатты. Бұрынғыдай біз мысалы жаңа почтаға барып, салып жіберіп, күтіп алу, доставка кетті деген сияқты нәрселерді біз осы арқылы жеңілдеттік. Бұл жерде техникалық қолдауды біз қазір таңда WhatsApp арқылы қойды, WhatsApp номер арқылы өтеді. Бұл қазір таңда болашақта болатын біздің техникалық қолдау. Ол приложениенің ішінде жазады, біздің админский часть арқылы ол жерде жауап беретін болады. Дәл осы техникалық қолдаудың біздің көріністері. Қалай жазылып жатыр, қалай көрініп тұр, соның барлығын біз детально көрсетіп жатырмыз. Бұл жердегі пуштар, жалпы хабарламалар, намаз уақыты, мысалы менторлардан келген оқу туралы, мысалы кешкі 9-да бізге бүгінгі сабағыңызды орындаңыз деген бізге оқушыларға не барады, уведомление барады, пуш барады. Сол үшін кейбір адамдар ұнатпауы мүмкін, намазды болмаса мынаның уведомлениенің келуін ұнатпауы мүмкін. Сол кезде біз оларға айтамыз, сіз осы жер арқылы оны өшіріп тастай аласыз.
Бұл жердегі аккаунтты жою бойынша да бізде қазіргі таңда 500-ден астам адам аккаунтты жойып тастаған екен. Мысалы керек емес, бізге қызық емес. Мысалы оның алдында бізде проблема болды. Проблемалар мындай болды. Аккаунтты абайсызда өшіріп алады, болмаса әдейі өшіріп тастайды. Біз нақты адамның санын білу үшін біз қазіргі таңда админский частьқа қойып қойдық. Қанша адам приложениені өшіріп тастап жатыр. Соны үшін көре алады. И кейін біз оны қараймыз, ол уже өшіріп жатыр ма, әлде біздің приложениеден болатын проблема екен. Сол үшін де біз екі жақты қарастырып, қазір соның барлығын қарастырып, осы нәрсені біз қойдық. Шынымен рұқсат етесің ба, рұқсат етпейсің ба деген секілді. Әрі қарай бізде тілді таңдау, қазақ және орыс тілі. Алла қаласа бізде енді қазір жалғас деген бауырымыз зерттеп жасап жатыр. Құдай қаласа енді ағылшын тілі қосылуы мүмкін деген. Қазіргі таңда біз қазақ тілін және орыс тілін көтеріп жатырмыз. Әрі қарай бізде жиі қойылатын сұрақтар, бізде барлық сұрақтар бұл жерде дайын тұр. Кез келген адам оқу процесі болсын, емтихан болсын, уақыт болсын, тағы да басқа жағдай болатын болса, біздің жиі қойылатын сұрақтардың ішін оқып алады, көре алады. Ешқандай проблема жоқ. Қайта менторға жазып, ментордың мазасын ала бермейді. Әрі қарай қазіргі таңда біздің дайындалып жатқан жаңадан дизайны өзгертіліп жатқан біздің ағарту ей, жалпы бұл Ханафи мазхабы бойынша және Матурidi семья бойынша діни сұрақтарға жауап беретін жасанды интеллект. Қазіргі таңда біздің дизайн системада қазір осы тұр. Құдай қаласа бұл жерде 3 типке бөледі. Жамағат ей, студент ей, сосын ұстаз ей. Үшеуінің жауап беру тәсілдері әртүрлі болады. Мысалы, ұстаз ейге келетін болсаңыз, ұстаз ей, студент ейге келетін болсаңыз, студент ей бұл жерде арабша мәтінді береді, шарх береді, сосын тағы дәнше түсіндірмелерді беріп кетеді бұл жерде. Жалпы арабша мәтінмен қоса береді, шархпен, аяттармен береді. Ал ұстаз біздің ейді бұл жерде ұстаздарға арналған, тек қана араб тілінде, арабша мәтінде, арабша шархта, арабша түсіндірмелер береді. Дәнше жамағат ей тек қана бұл жерде тек қана қазақ тілінде ғана болады. Ешқандай араб тілі қосылмайды, араб тіліндегі біздің шархтар мәтіндер қосылмайды. Себебі қарапайым жамағатқа арналған қысқа нұсқада жауап береді бұл жерде. Мысалы бұл жерде жазып жатыр. 5 уақыт намаз қашан деген сияқты уақыттары. Дәлше біздің соңғы неміз, бұның бір ерекшелігі біз қазіргі таңда логикасын қарастырып жатырмыз. Бұны бір өнім ретінде сату үшін. Қарап тұрсаңыздар қазір GPT-ді қолданады, Gemini-ді қолданады, Cloud-ды қолданады. Сол сияқты. Біз басында біз ол кісілерге күнделікті 3 ғана сұраққа тегін не береміз? Лимит береміз. 3 сұрақтан кейін біз ол кісілерге істейміз, жазылымды сатып алуды ұсынамыз. Біз ол кісілерге арзан бағада ұсынамыз. Өткен себебі біздің ағарту ейді таныту үшін. Ағарту ей қашан танылады? Сол кезде бізге түсіп жатқан маржаны есептеп, соңғы ценасын қайтадан өзгертіп қоятын боламыз. Мысалы, GPT-ді қарасаңыз баста тегін болады, сосын уақыт өткенде лимит қояды, дәріше өткеннен кейін сізден не істейді? Ақша сұрайды. Ал кейін адам соған үйренісіп алғаннан кейін GPT-ді амалсыздан сатып алады. Неге? Өткен себебі GPT-дің мүмкіншіліктері көп платный версияда. Және кейін біздегі бұл сатып алу инап деп аталады. Жалпы біздегі кез келген адам менеджер арқылы сатып алғысы келмейді. Приложение кіріп өз еркімен өзінің карточкасын тіркеп сатып алуды қалайды. Бұл жерде қазіргі таңда бұл СНГ-да, сосын Европа елдерінде жақсы дамып кеткен. Сондықтан біз осы арқылы СНГ-ға және Европа елдеріне шыға аламыз. Мүмкіншіліктер бар. Дальше бізде бұл жерде чат бар. Чаттың ішінде екі бар. Екі чат бар. Бір ментор чат және ағарту ей чат. Ағарту ей чат бізде 24-те 7 жауап береді. Ал біздегі ментор чат таң 10 мен кешкі 8-дің арасында сұрақтарға жауап береді. Ментор чат курсты. Ментор чатына кірген кезде біз ол кісіге ұсынамыз. Бүткіл ненің бәрін ұсынамыз. Кейін курстарды қарауға батырма жасаймыз. Жалпы курстарды ұсынамыз. Сатып алғың келе ме, қалай, қандай курстар бар, фиқ таңдайсың ба, финанс таңдайсың ба деген сияқты. Кейін соны таңдап болғаннан кейін біз ол кісіге автомат түрде не жібереміз. Сіз құттықтаймыз, сіз біздің курсымызды сатып алыңыз, осылай деп, дальше ментор әрі қарата сөйлесіп кететін болады. Біздегі қазір курсқа тіркелгендегі бет.
менторда бізде мүмкіншіліктер көп. WhatsApp секілді аудио жазады, видео жібереді, фото жібереді. WhatsApp сияқты бүткіл нәрсені жасай алады. Соған дейін біз мүмкіншіліктердің барлығын қолжетімді еттік. Жиі жауап бере ма? Бұл уақыттар бар, 5 минуттан асырмау, 5 минутқа дейін жауап береді. Жауап бере ма деймін. Жасанды интеллектті біз әлі қоспадық. Ол бізге керек па, керек емес па қазір. Өткен сервистің мүмкіншіліктерін барлығын біз қазір жеңілдетіп жатырмыз. Кешегі жақында бір күніміз автокол қостық. Ол автокол олардың күнделікті мысалы орындамаған адамдарға звондап отыруынан яғни бұлардың несін қолын жеңілдетеді. Мысалы қазір күнде мысалы 200-300 адам звондауы мүмкін, 2 ментор, ер адамнан 2, әйел адамнан 2. Әйел адамдар аз болуы мүмкін, ер адамдар көп болса, олардың бүткіл уақытын алып қояды. Автокол бізде секундына секунд әрбір адамға звондап шығады. Бүгін орындаңыз, және ол жерде 2 тілде, орысша, қазақша және әйел дауысы және ер дауысы бөлінеді. Дальше біздің қазір детальді бұл жерде көрсетіп жатыр. Ментор мен ненің арасындағы файл жіберіп жатқаны және ол SMS-ке жауап беріп жатқаны, мысалы қандай файлдар жіберу керектігін барлығын біз детальді көрсетіп жатырмыз бұл жерде. Бұл жаңа жасанды интеллект біз өтті. Бұл жерде фото жіберу детальді кіріп жатыр. Қай фотоны жібересіз деген сияқты. Дәл сол секілді. Бұл да сол. Мысалы кейбір жағдайда адамдар не болады, проблема пайда болады. Біз ол кісілерден техникалық проблема пайда болған кезде біз ол кісілерден қолданушылардан біз видеоны сұраймыз. Қай жерде проблема болады, видео сұратамыз. Приложениеде қай жерде проблема болады, қандай не болады, запись экраны арқылы запись экран жазып біздің неге менторларға жіберіп отырады осылай. Ары қарата бізге бұл жердегі жаңа бет Алла қаласа алдағы уақытта қосылады. Біз қазіргі таңда мұсқафты қосқымыз келіп тұр. Ол мұсқафтың өзінің бір ерекшеліктері бар. Детальный қазір ішіне кіріп өтетін боламыз Алла қаласа. Бұл жердегі мұсқаф аудионы тыңдай аласыз, кез келген аудионы. Және транскрипциясы біздің қазір недегідей, сәждегідей, бірақ бір плюсы бізде не бар? Біз аудионы оқи аламыз ол жерде. Детальны бұл жердегі сүренің атаулары және ол 100-ге бөлінгендері, қазақша және қазір детальны келеміз қазір. Кейін бұл жердегі таңдаулар сәждеде бар, білесіздер қазіргі таңда біз кез келген аятты өзіміз таңдап видеолистик қоя саламыз. Бұл жерде көріп тұрғандарыңыздай біздегі аудио батырмасын бастап, аудио батырмасын басқаннан кейін бізге не шығады? Екінші аудио шығады. Біз аудионы жазамыз. Жалпы бұл жердегі адам фатиханы дұрыс оқу үшін біздің синтез секілді. Бұл синтезден намного лучше болуы мүмкін. Өйткені себебі бұл жерде харакаттарды және әрбір сөздің орын алмасып кеткенін, әріптердің махражын тексере аламыз осы арқылы. Тек тәжвидтік, нақты, идғам, ихфа сияқты нәзік тұстарды тексере алмауымыз мүмкінбіз. Ол тұста біз қазір жасанды интеллектпен жұмыс жасап жатыр. Құдай қаласа алдағы уақытта оны көрсететін боламыз. Бұл жерде қарап тұрғаныңыздай аудио жазып жатыр. Бұл жерде процент беріледі. Мысалы, қанша пайыз дұрыстап жатсын. Болмаса мына көзді басу арқылы біз полный аятты не істеп тастауымыз болады, яғни жоғалтып тастауымыз болады. Қай жерде оқып жатырсыз? Ар-Рахман, Бисмиллах, Ар-Рахман деген сияқты сөздерді оқып жатқандарыңызда ол көріп отырады. Көріп тұрғандарыңыздай процент жүріп жатыр, 1%, 2% деп проценттердің барлығын көрсетіп жатыр. Кейін бұл жерде еске салулар бар, уведомление бар. Жалпы әр дүйсенбіге жалпы бұл жердегі Құран мұсхафы бізге жаттаушыларға арналған. Бізге әліппе өтеді, тәжвид өтеді, Құранды бітіргеннен кейін дальше бізде әрмен қарай не істейін деген сұрақ туындайды шәкірттерде. Сол үшін оларға арналған мұсхаф ол өзі де оқи алады, немесе AI арқылы да ол оқып қатесін түзете алады. Сол үшін күнделікті өздері уақыт қойып алады, таңғы 7-де оқым келеді, оған үйреніп келеді. Бүгінгі мысалы бір бетіңізді болмаса бір сүрені, бір аятты оқыңыз деген сияқты өздеріне келіп отырады. Дальше
бұл жерде дәл солай настроиться. Бұл жерде біз жасанды интеллектті қосамыз. Өткен себебі біз олардағы аудионы біз не істеуіміз керек, жинап, өзіміздің жасанды интеллектке үйретуіміз керек болады. Көп данный жиналған сайын біздің жасанды интеллектке үйрету мүмкіншілігі яғни арта береді. Дәл сол секілді дыбыстық қолдаулар және қазақша және орысша кітап түрінде, мәтін құран түрінде және аудио транскрипция түрінде бізде нелер бар. Дальше біздегі қарилардың аудиолары, мұстафтары, қай аят неше рет қайталанғандығы, осының барлығы бір жерде сақталған. Кез келген көшіріп алып, кез келген өшіре алады. Кейін мәтіндер біздердегі. Қай тілде, араб тілінде, ағылшын тіліндегі біздің тәпсір мәтіндер бар, соларды алып қосамыз. Әрі қарай, дальше орыс тілінде осының барлығын бір жерде қамтып өтеміз. Бұл жердегі аудионың ойнатылып жатқандығы, аяқталып жатқандығы бұл жерде. Бұл жерде біз мұстаф түрінде беріп жатамыз аяттарды. Недегідей. Бұл кезектегі қазіргі таңдағы біздің жасанды интеллект бұл жерде әрбір сөзіңді сен тексеріп, жаңағы идағам ихфа болмаса махраж жақтан барлығын бізде тексеріп береді. Қазір осыны дайындап жатырмыз. Қай сөзден қателестің, қай жерде қате айттың, махраж бойынша, тәжіктік ереже бойынша, ихфа бойынша осының барлығын тексеріп өтетін болады. Дальше кейін бізде фих деңгейі бар. Қазір таңда біздегі виджеттер яғни темный және светлый түсте бар. Және біз блокировкада қоямыз, 3 түрі бар. Сіздегі сәждеде қолданып жүрген виджеттің барлығын біз ағартудың ішінде сіздерге қолданған мүмкіндіктер бердік. Бұл блокировкадағы виджет. Сіз ағартудың ішінде болмаса виджетке кіріп, телефонға кіріп жүрмейсіз, блокировкадан сіз виджеттің намазың қанша уақыт қалғанын көре аласыз. Дәл сол секілді бірнеше түрі, жеке түрі өттік. Және біздегі құла бар. Жалпы құла бағыты бізде реал-тайм істейді. Жалпы приложение ішіне кірген кезде құла бағытын бірден көрсетеді. Телефон бұрған кезде ол деген еседе жалпы бұл жердегі не түс жанады. Қазір таңда бізде бұл намаз уақыты Қазақстан бойынша, кейін біз басқа елдерде қосамыз алғанбыз. Дәл солай. Жаңағы біз айтып жатқан заморозка бір айға 5 күн заморозка алады. Ол приложение арқылы бар. Бұрын бізде менторлық айтатын, менторлар оны админка арқылы қойып жүретін. Кез келген оқушы, кез келген біздің қолданушы өзі приложение арқылы 5 күн мұздату күндерін ала алады. 5 күн алды. Бұл жердегі қазір функционалындағы біздің неге қатысты намаздың түрлері. Және бұл жерде әйел және ер бұл видеолар бөлінеді. Ер адам әйел адамдардың қарай алмайды. Әйел адамдар ер адамдардың қарай алмайды. Себебі бізде біз жынысы таңдалмаған болса, ер адамдарды көрсетеміз, әйел адамдарды көрсетеміз, соған сай таңдайды. Оған әйел адамдардың видеосы шығады, әйел адамдасы. Оған секілді. Рахмет Ахан. Көріп тұрғаныңыздай, әсіресе Бақұрыстан келіп жатқан ендігі студенттерге, абитуриенттерге дәл өздеріңіз оқыған ілім бағындағы шәкірттер дәл осындай нәтиже көрсетіп жатыр. Алдағы уақытта сіздерден де осындай немесе осыдан да биік үлкен нәтижелер күтетін боламыз. Ал енді кезекті сөз кезегін осы жұмыстарды, осыған дейін жасалған жұмыстарды бағалап және алдағы уақытта осы ағарту ұжымына жігерлендіру мақсатына Асқар ұстазымызға сөз береміз.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Amma ba'd. Assalamu alaikum. Hürmetli oğullar, arkadaşlar. Biz 24 yılın ayağında olayına осы ағарту жобасын талқылап бастап кеткен едік. Қайрат ұстаздар қазір келеді, төлеген ұстаздар, Асқар, Болат бауырымыз бар. Жалпы ислам тану тұрғысынан айтатын болсақ, енді талай рет мүмкін айтқан шығармын, дегенмен ислам тарихында өте маңызды сондай бір оқиғалар болған. Жалпы білесіз, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям жаңа басқа өркениеттердің көптеген жетістіктерін қабылдаған. Мысалға, хадистерден білеміз, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям мінберді Хабаша елінен келген қонақтар жасап берген. Ол кезде сол пайғамбардың саллаллаху алейхи ва саллям қоғамында мінбер деген нәрсе жоқ. Мінбер жасап берді, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям қабылдады. Хандақ шайқасында білесіз, имам Бухари риуаят етеді, Сальман Фариси келеді айтады, біз мына Мәдинаның айналасында ор қазайық. Ол кезде пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям қоғамында ондай тактика, ондай стратегия жоқтығын. Бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ол стратегияны да қабылдады. Тура сол секілді пайғамбарымыздың кезінде мұндай михраб, мұнара деген нәрселер болмаған, білесіздер. Мұнара бір риуаяттарға қарасақ, Хазірет Муауияның кезінде, басқа риуаяттарда Омар ибн Абдул-Азиздің кезінде салынды. Бірінші мұнара. Не үшін мұнара салынды? Себебі қажеттілік туындады. Қазірде ол кезде микрофон жоқ, колонка жоқ. Сол үшін биіктіктен көбірек адам азан естісін деп осындай нәрселер жасалды. Тура сол секілді Абу Бакр радиаллаху анху кезінде де мұсхафты бір кітап ретінде жинау, ол да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям жасамаған нәрсесі. Сол үшін Хазіреті Омар мына Құранды бір кітап, бір мұсхафқа жинайды дегенде Абу Бакр Сиддиқ радиаллаху анху пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям жасамаған нәрсесін мен қалай жасаймын деп сұрақ қойды. Сол кезде Хазіреті Омар оны көндірді, кітап бір мұсхаф ретінде Құран жиналды. Тура сол секілді Хазіреті Омар радиаллаху анху заманында енді ол кезде налоговый комитет, қазірде салық департаменті, тағы да басқа әкімшілік бөлімдер болмады. Кейін ислам әлемі көптеген жерлерге, елдерге тарағаннан кейін үлкен елді әкімшілік тұрғыдан бақылау қажет болды. Соны бақылау үшін Хазіреті Омар парсы өркениетіне диван деген нәрселерді енгізді. Диван деген қазіргі секретариаттар, әкімдіктер, салық комитеттері секілді сол территорияға жауап береді нәрселер. Тура сол секілді Хазіреті Осман радиаллаху анху салған мұсылмандардың бірінші дәуірінде флот болған жоқ. Теңіз флоты, кеме деген болған жоқ. Көрдіңіз бе? Хазіреті Осман радиаллаху анху қажеттілік туғаннан кейін, себебі мұсылмандар Крит, Кипр секілді қалаларды алды. Содан кейін осындай флотқа қажеттілік туындады. Хазіреті Осман радиаллаху анху флот құрды. Үлкен флот құрды. Теңіз флоты. Оған дейін пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның заманында, Абу Бакр, Омардың заманында болмаған үлкен флот құрды. Кейін осылай ислам әлемі жан-жақтың жетістігін қабылдап, оны дамытып, оны дүниеге ұсынды. Көптеген білімдерді, соның ішінде медицина болсын, алгебра білесіз, мұсылмандардың Әл-Хорезмидің шығарған алгоритмдердің бәрі жұмыс істеп отыр. Бүкіл біздегі қазіргі мынау технология алгоритмдерге сәйкес жұмыс істейді. Осының бәрін мұсылмандар үнділерден, гректерден алды, дамытты, одан мықты нәрсе шығарды. Мысалға, камераны Ибн Хайсам шығарды, оптиканы бірінші. Көрдіңіз бе? Осындай мұсылман әлемінің жаңа бір нәрсені қабылдап, оны дамытып, жаңа әдемі күйінде шығару деген дағдысы болған бұрын ислам үмметінде. Бұл қашан тоқтады? Бұл қашан тоқтаған деп сұрасаңыз, ең бірінші бұл
Осман империясының кезінде тоқтады. Бұл енді белгілі анализ, көптеген ғалымдар бұны келтіреді. Ислам әлемі неге тоқтап қалды? Неге мұсылмандар артта қалды? Себебі жаңа ғылымға, жаңа технологиядан бұрып кетті, қабылдамай кетті. Соның басында не бар? 1453 жылы Йоханна Готенберг деген неміс инженер кітап басып шығаратын станок шығарды. Баспа станок шығарды. Соны ең әуелі, о кездегі ең мықты мемлекет Осман империясына ұсынды. Осман империясы о кезде Константинопольді алған кез. 1453-те Константинопольді алды. Фатих Султан Мұхаммед II. 1453 жылы Йоханна Готенберг нені шығарады? Станок шығарады. Станок шығарғаннан кейін Осман империясына ұсынады. Ең мықты мемлекет әлемде ол кезде. Ол бас тартады, айтады, керек емес. Бізде бәленбай жазушы бар, бізде бәленбай хаттат бар. Біз мынаны енгізсек бәленбай адам жұмыссыз қалады деп бас тартты. Содан кейін анау проблема неге дейін ұласты білесіз? Мынау Францияның Ренан деген атақты шығыстанушы бар. Ренан. Сол кісі жазады. Біздің дейді, бір Парижде бір түнде шыққан кітаптардың саны дейді, бүкіл ислам әлемінде бір жылда жазылатын кітаптардан көп болды. Сол үшін біз озып кеттік мұсылмандарға. Өзіміз ойлаймын, ана Хаттат деген бір кітапты, бәленбай том кітапты бір жыл жазады. Бір кітапты бір жыл жазады. Білім деген қол жетімсіз. Білімді алуың үшін ана бәленбай ақшаны каллиграфқа төлеуің керек. Немесе өзің талай күндер бойы ана өз немен қаламмен жазуың керек. Көрдіңіз бе? Сол кезде Францияның бір қаласында Парижде бір түнде басылатын кітап, бір түнде бүкіл ислам әлемінде бір жылда жазылған кітаптардан көп шыққан. Көрдіңіз бе? Содан ислам әлемі артта қалды. Олар жаңа нәрселер тапты. Білім деген бәріне қол жетімді болды. Ал енді бұл не үшін айтып отыр? Мына жасанды интеллект, платформа, мына интернет, әлеуметтік желі, бұл қазіргі заманның анау Гутенбергтің станогы. Қазір біз бұны қолданбасақ, біз қайттан қаламыз. Солай ма? Итак, бізде архаика көп. Кітаптардың бәрі анау жаңадан жазылмайды, тек ең ескі кітаптарды ғана оқимыз. Ол жерде қазіргі таңда мүлдем актуалды емес көптеген тақырыптар бар. Көрдіңіз бе? Сол үшін мына сананы қазіргі шаққа бұрайық. Мына қазіргі станок, мынау станок бар. Мұсылмандардың қабылдамаған екінші нәрсесі бар, ол не? Кім айта алады? Оны талай подкасттарда айтты. Порох емес, порох наоборот өкіртіп сатып алған. Компас. Көрдіңіз бе? Батыстықтар, Васко де Гамалар, колумбтар, олар компасты ойлап шығарды да любой жерге океанмен кете берді. Біз мұсылмандар ол компасты дұрыс игере алмадық. Осы уақытқа дейін сол теңіз жолдары, басқа да логистика жолдары басқа өркениеттердің қолында. Біз тек шикізат шығарамыз. Сол үшін осындай жаңа форматқа көшуіміз керек. Мынау бізде бағана есепте айтылды ма, қанша адам оқып отыр? Қазір активный 800-ден астам. Бұл енді білесіз, әр медреседе бір 100 баладан оқса, 8 медресенің объемы. Бұл объемды сіз 8 мыңда жасай аласыз, 80 мыңда жасай аласыз, 8 миллионда жасай аласыз. Бәрі осы платформаның несіне, мүмкіндігіне, осы сіздердің жасап жатқан қызметтеріңізге байланысты. Егер бұны күштірек жасасаңыздар, осындай қазір адам енді бәрі осымен отырады ғой. Сабаққа мешітке барам десе пробка басталып кетті, бармайым дейді. Көрдіңіз бе? Сосын сапарда, бәрі қазір сапарда, ешкім бір жерде отырмайды қазір. Көрдіңіз бе? Сол үшін осындай мүмкіндікті жасап отырсыздар. Алла тағала қабыл қылсын. Біреулер айтуы мүмкін, өткенде біреуден естіп қалдым. Бұл дін ілімі тегін болу керек. Дін ілімін тек қана пайғамбарлар тегін береді. Қалған адамдардың бәрі мынау камера ақша тұрады, мынау ақша тұрады, мынау адамның уақыты ақша тұрады. Сосын тегін заттың пайғамбарлардан басқа. Баяғыда білесіз, оны қайда жақсы айтады шығар. Бір рауи, хадис рауисіне келген ғой шәкірттер. Ұстаз, бізге хадис риуаят етіңізші. Ол кісі не істеген? Әрбір келген адамның қолына кетпен берген, менің бақшам бар деген. Мен бала шағымды асырауым керек. Сол
бақшаның бәрін жақсылап не істеп тастаңыздар, содан кейін сендерге хадис риуаят етеді. Сол үшін Нұрмұбаракта оқып отырсыздар ғой бәріңіз. Нұрмұбаракта тегін емес. Ол жерде де кем дегенде мемлекет төлейді. Бірақ мемлекет ол тегін ақша емес ол. Мысалы грантпен оқып жатқандар үшін. Акимат грант береді, министрлік грант береді. Ол да мемлекеттің салық төлеушілердің ортақ ақшасы. Ешкім ол жерде тегін оқып жатқан жоқ. Көрдіңіз ба? Ұстаздар айлық алады, ұстаздар бағанағыдай уақытын жұмсайды, мемлекет оған грант төлейді. Оқып болғаннан кейін несі бар? Отработкасы бар. Ол да міндет. Тегін зат ол баяғы коммунистік жүйеде болған бұл мүмкін, қазір тегін зат деген нәрсе болмайды. Кез келген жобаны дамыту үшін ол кейбір кісілер айтып жүрді, тегін болу керек, сабақтар ол негізінде тегін заттың қадірі болмайды. Түсіндіңіз ба? Любой тегін затқа өткізем десең, саған неде ең соңғы неде боласың ғой? Приоритеттерде. Көрдіңіз ба? Бір ивент өткізейік, тегін өткізейік десеңіз, тегін. Ол приоритеттерді ең соңғы болады. Себебі адамның жұмысы бар, тойы бар, кездесуі бар, пайдалы бір 10 мың теңге табатын бір ивенті болса, соғықтан барады, сіздің ивентіңізге бармайды. Сол үшін бұл қазіргі бағана машинада айттым, қазіргі ақша философиясын, қазіргі экономика философиясын, қазіргі адам психологиясын өте жақсы ескеріп, осындай біз өнім шығаруымыз керек деп ойлаймын. Баршаңызға сәттілік тілеймін. Исламда әл-амал салих деген білесіз теория бар. 400-ден астам аятта Алла Тағала аману ва амилу салихати деп айтады. Иман келтірген және салихалы амал жасаған. Мен бағана машинада түсіндірдім. Мынау батыстың Макс Вебер деген атақты әлеумет танушысы философы бар. Қазіргі қарасаңыздар, Макс Вебердің айтуы бойынша әлемдегі ең бай мемлекеттер олар протестант дінін ұстанатын мемлекеттер екен. Норвегия, Дания, Германия, Голландия секілді өте бай мемлекеттер. Америка, ақш ол да протестанттық мемлекет. Неге десеңіз, Макс Вебер айтқан себебі біздің дінімізде өте жоғары еңбек этикасы бар. Бізде бос адам жоқ, бәрі жұмыс істейді. Бәрі жұмыс істейді. Ұйықтап жүрген, бағанағыдай жұмыссыз жүрген бірде-бір адам жоқ. Неге? Себебі олардың түсінігі бойынша адам жұмыс істемесе ол күнәһкар болады. Ол күнәһкар олардың түсінігі бойынша. Сол үшін күні-түні жұмыс істейді. Байлық, қаражат ол бір қарғыс атқыр нәрсе емес. Байлық, қаражат ол Алланың мейірімі. Сол үшін адам Алланың азабынан Алланың мейіріміне қарай әрекет ету керек, еңбек ету керек деп айтады. Ресейдің бір орыс ғалымы бар, ол кісі айтады, негізінде деп ислам бұл этиканы, еңбек этикасын протестанттардан да артық не істейді? Адамды еңбекке баулиды. Протестанттардан артық. Бірақ мұсылмандар бұл аяттарды, бұл хадистерді шамалы ұмытып кеткен, бұл этика шамалы қалып қалған. Сол үшін енді қазіргі біздің көп адамдардың түсінігінде мен тез байып кетуім керек, әртүрлі пирамидаға кіреді, әртүрлі алаяқтарға жем болады. Сол үшін сондай болмау үшін еңбек ету керек, жұмыс істеу керек. Сіздер жассыздар, адам деген өзін аямау керек. Жалпы осы жолда амал салих жасау керек. Амал салих жасау үшін өткенде енді ол кәсіпкерлерге айттық қой, өзінің шарттары бар. Ниет түзу болу керек, солай ғой. Ең әуелі ниет түзу болу керек. Не үшін жасап жатсың, кім үшін жасап жатсың дегендей. Жақсы, мен осылай қысқаша. Тағы да сұрақтарыңыз болса, мүмкін диалог болады. Уақыт емес қой. Лекция сіз кетпей тұра тұрсаңыз, енді осыған дейін жасаған біздің мамандарымыз барлығын бірдей атап өту мүмкін емес. Соның ішінен іліп алып, әсіресе көзге түсіп, көбірек нәтиже көрсетіп жүрген кейбір мамандарды сіздің қолыңыздан бір марапаттап жіберсек. Бірінші болып жаңа көрсетеді.
қабашевтарға жаңа жұмыстар бойынша қажет емес деп ойлаймын. Дархан өзі не жасап жатқанын және алдағы уақытта қандай жұмыстар атқарылатынын өзі түсіндіріп өтті. Сертификат және 150 мың теңге премия. Мұхамбет қазы Аслан. Аслан дейді. Асланға бір видео дайындағанбыз. кейбір нәрсені айтпау керек екен да, сен айтып қойшы түсіндіріп. Асланға қатысты бір кішігірім видео дайындалған, енді Аслан деп айта берейік. Жамай тұрасың ғой. Kime eкен бұл? Негізі осындай жұмбақ болған, бұл видеодағы кім деген? Ол келесіде жұмсақ. Бастайық бұйырса. Қазір жұмсақ. Аслан қазір егер уақыт қалып мүмкіншілік болып жатса өзінің слайдын таныстырады. Яғни Дарханмен бірге сол продукт бөлімінде контент, яғни ары қаратай жаңа продукттар, жаңа сабақтарды түсірумен, олардың сценарийін жазуымен, олардың тапсырмаларын дайындаумен айналысып жатыр. Алла қаласа жақын уақытта фиқ дәрісін, дәрет және намаз тақырыбын осы ағартудың сатылымынан көре жатарсыздар. Өйткені күні кеше ғана қайратсыз келіп соңғы сабақтар тексерістен өткізді тапсырмаларын. Алла қаласа сол түзетулерді өткізіп, ары қарай келесі аптада мүмкін сатылымын бастап кетеміз иншалла. Бұл жерде сөйлетегі кім деген сұрақ, соны табу керек. Сындарды ерекше атап өтетін мамандардың қатарынан естеріңізде болса, біз алдын бір таныстырған болатынбыз, ұстаздардың алдарынан көрсеттік. Осыған дейін бізде сапаны бақылау бөлімі болған жоқ. Осы мамыр айында басталды сол сапаны бақылау бөлімін. Сол сапаны бақылау бөлімінде ең бірінші керек нәрсе бізге нормативтерді құрастыру. Яғни әрбір маман, мысалы менторлар болсын, біз сол сервис бөлімінен бастадық. Келген клиент қай уақытта оған жауап беру керек, оған бірінші сообщение қашан жазылу керек, оның аудиосы сақталу керек, тыңдалу керек, ментор қай уақытта жауап беру керек деген сияқты барлық 10 беттен тұратын норматив. Оның үстінен сервис мамандардың рейтингі, немесе рангі деп айтсақ болады, дәрежесі. Келген маман ол келді, нормативтерін танысты, ол бірінші рангта. Жот, яғни жаңа оқушыға түсіндірмені өтті, сервистің бөлім басшысына тапсырды, сәтті тапсырса екінші ранг деген сияқты. Дәл сол сияқты осындай 7 рангтан тұратын дәрежелерді құрастырып, қазір ол аяқталды. Дәл қазір уақытта біз сату бөліміне және маркетинг бөліміне нормативтерді құрастырып жатырмыз. Осы міне жаста болса, өзім ерекше атап өткім келеді. Сындар сол жұмысты атқарып жатырмын. Енді келесі кезекте біз жоқ. Тағы бір қысқаша слайдты таныстырып өткіміз келіп тұр. Бізде осы өткен айдан бастап арнайы осы продукт бөлім жағынан R&D, яғни Research and Development деген бөлім ашылды, зерттеу және дамыту. Сол бөлім бойынша қазір бізге жалғас кішігірім таныстырып өтеді, немен айналысады, оның қандай мүмкіншіліктері бар, жалғас. Бізде жаңадан ашылған R&D бөлімі немен айналысады? Ағарту академиясында R&D бөлімі Research and Development, яғни зерттеу және дамыту бағыты бойынша біз зерттеу жүргіземіз. Яғни продукты зерттейміз, іштегі процестерді зерттейміз, қандай проблемалар бар, қандай проблемалар қалай шешеміз, сол мәселелерді зерттейміз және жаңа технологияларды қолданамыз.
және бизнес процестерді оңайландырамыз. Бірінші жобамыз ол ағарту академиясы, ағарту AI жасанды интеллект. Ол жоба бізде приоритетте ең бірінші болып тұр. Бұл ең бірінші ағарту AI-ді Дарханға бізде таныстырды. Көп сөйлемеймін, бізде қазір осы жамағат рөлі зерттелу барысында және де жасалуда. Бұл деген бізде қандай зерттеу жасадық, бұл біздің пробный жасанды интеллекттің ең бірінші версиясындағы жауабы. Бұл жақта біз өзгерістер жасадық, мысалы текст үлкен болады, қай жерлері артық, тексттің галлюцинация деген мәселелерін шешу жасалынды. Міне осындай жауапқа біз келдік, ол жамағаттың сұрағына алатын жауабы жамағат рөліндегі қолданушының. Келесі жобамыз ол ағылшын және орыс және ағылшын тілді аудиторияны тестілеу. Бұл жерде біз орыс тілді аудиторияның маркетинг перспективаларын және де ағылшын аудиториядағы продукты ағылшын аудиторияға бейімдеу. Келесі бізде деректер қауіпсіздігі бойынша ол ең бірінші жобамыз болды. Бұл жерде біз жалпы ағарту платформасындағы база данықтың қауіпсіздігі бойынша жұмыстар жүргізілді. Келесі бізде зерттеліп жатқан жобалар ол дайын жасанды интеллекттің IP-шкасын алу мәселесі ма, әлде өзіміздің локалды жасанды интеллекттен ашуымызға деген мәселе. Келесі бізде ERM системасы, ол ішкі процестерді жүйелеу бойынша, ол жақта біз ТЗ жасаймыз, апталық жинастар болады, айлық жинастар болады, іштегі процестер бәрі дашбордпен, графикамен көрініп тұрады. Бүгін келесі аптадан бастап ол маркетинг бөлімінде тестленеді. Енді отдел продажда бізде проблема болды, қазірде проблема бар, ол звоноктардың анализі болмауы. Бізде лидтер, олар маркетингтен қате болды ма, әлде оқудан қате болды ма, сол мәселені шешу үшін бізде жасанды интеллект арқылы звоноктарды автоматтандыру, ол келесі аптадан бүгіннен бастап, осы келесі аптадан жүзеге асырамыз. Тест жасаймыз. Және сервис бөліміне енгізу, қазір тек зерттеліп жатыр. Сервисте қандай проблемалар бар, қай жерге жасанды интеллектті енгізсек болады деген перспективаларды қарап жатырмыз. Осы кезге шейінгі сервистегі мамандардың звоноктары жазылған болды. Олар бәрі Сикуни базада бар. Соларды оқысақ болады. Ол жаңағы отдел продажының звоноктарына келеді. Жоқ, сервиске де қоссақ. Болады. Сервисте де бір стандартный нәрсе бар, жаңа келген оқушыға түсіндіру деген мысалы. Соны автоматтандырып жасақ. Келген оқушыға платформаның ішін таныстыру деген нәрсені ең әдемі вариантын жасап, соны келген ода уақыт алады ғой, 10 минут жаңадан таныстыру, платформа таныстыру, ананы бүйтесің, мынаны сөйтесің. Осындай нәрселерді автоматтандырсақ болады. Тағы да 10 минут уақыт болса. Ішінде тебіліп қалған сұрақтар болады. Солардың бәрін искусственный интеллектке оқытып, мейлінше сервис маманы наушник киіп қарап отыру керек қой. Анау сөйлесіп ату керек, жауап беріп ату керек, жазып ату керек. Арасында дұрыс сұраққа жауап бере алмай қалса, ғана наушник киіп, кіріп жауап беріп, қалған уақыттың бәрін өз жауап беретін деңгейге алып келеді. Келесі бізде стратегиялық бастамалар бұлар. Бізде халықаралық рассрочка перспектива, халықаралық рассрочканы қосу және де Астана халыққа ағарту академияны тіркеу. Жалпы осы. Рахмет Жалғыз. Келесі сөз кезегін сөйлеген сөзімізге береміз. Осы жаңа Жалғыз айтып өткендер бойынша және алдағы уақытта жасалатын жұмыстар бойынша және осы жаңадан келе жатқан мамандарға алдағы уақытта жігерлендіру мақсатында керемет бір тілек жігерлендіру сөздерін айтып жіберсеңіз.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Қош келдіңіздер. Құрметті біздің әріптестер, шәкірттер. Бүгінге шейінгі жасалған жұмыстар өте үлкен, басы қасында ішінара бүкіл операционкаға тікелей қатысым болғаннан кейін жақсы білемін. Түсіндіру барысында тез айтып кету оп-оңай бір жұмыс секілді көрінеді. Бірақ қаншама сағаттар, қаншама қиыншылықтар, қаншама энергия, ұрыс, айқай, стресс. Бірақ осындай деңгейге шейін жетіп қалдық. Қазір бұрынға қарағанда жағдайымыз кішкене реттелді. Біріншіден коммуникация деген нәрсені түсіндік. Адамдармен қарым-қатынас қалай жасалады деген секілді. Және бұны былай жалпылама түсініп қана қойған жоқпыз. Бұны оқыдық, әлі оқып жатырмыз. Екіншіден, жұмыс жасаудың ыңғайын түсіндік. Адамдардың деңгейін анықтау арқылы адамдарға нагрузка беру. Яғни жауапкершілікті кімге, қандай деңгейде береміз деген секілді нәрселерді түсіндік. Үшіншіден, алдымыздағы жұмыс жасаушы мамандардың деңгейлерін анықтау деген нәрсені түсіндік. Қай уақытта осы нәрселерді ғылым деңгейінде шығардық, біздің температурамыз, біздің давлениеміз, біздің психикамыз қайтадан былай орнына келе бастады. Өйткені білесіздер, біз мына жерде бір 100 шақты студентпен жұмыс жасаймыз, бірақ 5000, 6000, 7000, немесе 50 000, 60 000 адам жұмыс жасайтын үлкен компаниялар бар. Оларда ешкім өліп қалатын жоқ, бәрі әдемі жақсы компания жұмыс жасап келе жатыр. Ендеше басқаруда, қарым-қатынаста, коммуникацияда, немесе иерархияны бекітуде, адамдарға жауапкершілікті теңдей бөлуде және оны бағалауда біздің проблемаларымыз болды. Осы проблемалармен қазір күресіп келе жатырмыз. Үшіншіден, айтқым келеді, жаңадан келіп жатқан жас, енді келе жатқандарға. Жалпы түсіндіңіздер ме, қайқа келе жатқандарыңызды? Былтырғы келген бірінші курспен де проблемаларымыз болған. Сендермен де приблизительно сондай проблемамыз болады. Басында біз деген оқуға келген жоқпыз ба, біз деген андайға келген жоқпыз ба, біз ілім алайын деп еді, мына жерде надан болып қалатын түріміз бар. Жалғас қазір Новобракта магистратура оқиды. Надан емес. Амангелді қазір магистратураны үздік бітірді, биыл докторантураға барады. Аслан мен Дархан биыл магистратураға дайындалып отыр. Бұл кісілер осы жобалардың бәрін ұйымдастырып, басы қасында жоқ, осыны жасап жатқан адамдар. Олар да қолын сілтеп жоқ, біз осы жерде оқып отырсақ болады, біз тек ілім алу үшін келдік деусе болатын еді аслан. Мен егер қазір осы жерде осы нәрселерді жасам, өмірде бақытсыз болып қалам деу сенің мына жеріңдегі барьерің ғой, басындағы барьері. Алла тағала адамға сондай керемет мүмкіншіліктер берген, сен просто түсінбейсің оны өзі. Сонда бұл қабілеттер сыртқа шығу үшін адам өзін аямау керек. Сен сол үшін келдің жерге. Халақал маута вал хаята лиябулуакум айюкум ахсану амала. Сендердің қайсыларың хайырды амал жасайды екесіңдер. Кәне көрейік деп Алла тағала айтып тұр. Қайсың керемет супер оқиды екесіңдер деп тұр. Кейде оқуда құтқармайды, сен тек тупо оқи беретін адамдар бар. Тупо былай оқи береді. Уже 19-шы жылда оған әлі оқып жүр. 29-шы жылда әлі оқып жүр. Не пайда сен олай оқи бергенге? Адам кішкентай бірдеңе үйренеді, оны жүзеге асырады. Үйренеді, жүзеге асырады. Үйренеді, жүзеге асырады. Осылайша адамның қоғамда, елдің ортасында деңгейі, абыройы өседі. Мына салауат мына жерде тұр, салауаттың басының ішінде не жатқанын мен қайдан білемін? Мен басының ішінде не жатқанын білуім оның тек амалына байланысты ғой. Жалғас осы нәрселердің бәрін жасанды интеллект арқылы интеграция жасап, автоматтандыру жобаларын жасамаса, мен оның бәрін білем дегеннен не пайдасы бар? Сол себептен, егер бір адам қазірден бастап кішкентай бір нәрсе жасап, соны көрсете алатын деңгейге дағдыланатын болса, онда ол адам өмірде лайық қой, мощный адам ғой.
бір адам бүйтіп мысық құсап пырылдап отырып алып дейді тамақ жеп ілім алып пыр артынан бір ешбір выхлоп жоқ, ешбір пайда жоқ. Адам не үшін инвестиция саламыз? Не үшін? Сіз подкурстың өзінен 1,5 миллион жеп келдіңіз білесіз бе? Сізде подкурста бір студенттің басына 1,5 миллион ақша жұмсаймыз. Бір студент, подкурстағы бір студент, 10 студент болса есептеңіз. 15 студент болса соны көбейте береміз. Сен қазір осы жерге келесің, тағы да ақша жейсің. Екінші курс тағы ақша жейсің. Жалпы бір студент подкурс пен университетті бітіріп шыққанға шейін 7,5 миллион теңге ақша жейсіз. 7,5 миллион сенің үстіңе ақша салғандағы смысл не? Егер сенің артынан бір выхлоп болмайды болса. Жақсы, сен университетті бітіріп ал, содан кейін керемет қайтарасың ғой деген әңгіме сказка. Маған ол қызық емес. Ондай адам бізбен бірге емес. Қазірден бастап ішіңізден ниет етіп алыңыз. Бәрібір сондай бір система жасады, ол система мынандай доп-домалақ. Доп-домалақ. Кім сол жүйеде, сол жүйеге сәйкес жүр, ол адам өседі, дамиды. Кім сол жүйеге сәйкес жүре алмай жүр, ол адам автоматически өзі де өмір сүре алмайды. Бұл жерде жексұрын болып кетеді. Шамалдан келесей, сол жүйенің өзі ол адамды ығыстырып шығарады. Бұл не үшін? Иждивенство болмау үшін. Сонда еңбек, ілімге де еңбек керек, еңбек ету үшін ілім керек, алған іліміңді жүзеге асыру үшін де өте маңызды нәрсе керек. Осы бастан біліп алыңыздар. Мына жерде біз анау Оксфордтан, Станфордтан, білмеймін, әлемнен бір адамдар да келіп жасап жатқан жоқпыз мұнда. Тура сен сияқты подкурста оқыған, тура сен сияқты Нұр-Мүбаракта оқып жатқан балалар осы нәрселердің бәрін жасап жатыр. Ендеше не екен? Адам тырысса, өте үлкен мүмкіншіліктер бар, оны жасай алады деген сөз. Екі мәселе бар. Бір, шынында сенің Құдай берген қабілетің бар ма, жоқ па? Бұл бір. Екіншіден, сен соны дамыта аласың ба ары қарай, немесе тырысасың ба соған? Екі. Үшіншіден, сен шынында еңбекқорсың ба, жоқ? Осы үш нәрсе болмаған адам бізбен дос емес, қысқашасы. Бәрібір мен артыңа түсіп алам, қуып жіберем ғой, қысқашасы. Сондықтан не істейсің? Осы үш нәрсе иман келтіресің сен. Кроваттың басына жазып қоясың. Мен ілім алам, мен өз-өзімді дамытам, мен және еңбек етем. Осы үш нәрсе бар ма, және ол шын ба? Егер ол шынайы болса, ол не істейді? Ол адам өседі. Егер ол жоқ па, онда өкінішке орай не істейтін? Қоғам сенің өзімен өзі ығыстырып, бұл жерден шығаратын осындай бір система жүйе жасап жатырмыз. Еңбек еткен жігіттерге рахмет айтқым келеді. Кәдімгідей. Тоқтамаңдар. Бәріміз уақытшамыз. Саған берілген жас та уақытша, саған берілген мүмкіншіліктер де уақытша. Сол мүмкіншіліктер бар кезде, сол бойыңда қуат бар кезде шапқаныңша шауып қалсаң, иншалла үлкен қоржыныңды өсірдің, дүниеде өстің, ақыретте өстің. Ұйықтап қалсаң, ұйықтап қалдың. Сондықтан артан еріп жатқан жігіттерге айтқымыз келеді. Дархан секілді, Амангелді секілді, Нұрберген секілді, Жалғас секілді, Аслан секілді, бәлкім Сындар секілді, іштерінде ең кішкентай. Бәлкім тағы кім бар? Ақтілек секілді, Аяулым секілді. Не істеу керек? Еңбек етуге, тұрақты болуға ұмтылу. Баршаңыз. Баршаңыз. Сан айтатын адамдар көп, Мадияр ренжіп қалып, мен неге айтпадым? Жоқ, бәріңді бірдей айту санап мүмкін емес қой, уақыт өте. Бірақ дегенмен не істеңдер, келатқандар, ұмтылыңдар. Қалмаңдар, жалмаңдаңдар. Кәдімгідей керектеріңді жұлып алыңдар өздеріңді. Өмір содан тұрады. Қазір осы нәрсені үйренбесеңіздер, онда не істейсіздер? Кейін кеш қаласыздар. Жалпы осы. Сөз алғаныңыз болсын. Жоқ, дәл жаңағыдай мәтінде кейбір нәтижелі ерекше еңбек көрсеткен мамандарды марапаттау өтсек. Бұл суретте бір адам жасырылған, сол адам кім екенін табу керек, одан кейін оны ортаға шығарамыз. Жалғас. Алла биіктерден көрсетсін. Жалғас биыл магистратура бітіреді.
осы 2026-27-те сосын Құдай қаласа докторантура ма? Докторант мен шешемін. Контентке құрамы. Бұл адам жылайтын махаббат туралы фильмдерді көп көрді. Ağzınıza söze gördük. Bunun sifattaki adamı açığa bakan. Oy, şırakınca ne? Onlarla anlamadan. Бұл видеода біз бір адам жасадық, және ол Бехан міне бізде бір жыл қызмет етті. Мадиярдың ізін басып келе жатқан, Мадиярдың орнын ала алса алатын потенциальный біздің маман. Бехан құтты болсын. Мынандай болу керек қой, көрінді жыламай, басат, істей алмаймын демей, любой тапсырма бересің, қопарып береді ғой не? Осылай болу керек. Келешекте ән айтып жүрген ғой, ән айтып жүрген. Болды ма? Келіңіз. Ақтілекті де ерекше атап өтсе болады. Өзі келгеннен бастап сол сервисті қолына алып, одан кейін сапаны бақылау бөлімінде менеджмент жүйесімен, одан бөлек оның іште тұлғада старшылық қызметі бар. Ақтілекте Құдай қаласа докторантура оқитын сияқты, я? Иншалла. Бүкіл курс, әлемдік деңгей қарамай, ценасына, басқасына сатып алады, вакансия оқиды, ижаз алады, Құран, хафыз бітірді, хафыздықты. Құрымысқа беру демейді. Вакансия әбден оқып қалып, сосын бақ берет шығармыз. Болды ма? Сырты сұсты болып көрінгенмен іште жылыжан, және де командасы қаншалықты оған жауапкершіліксіздік танытса да, оларға сенімді. Мен жасыратын адам, мысығы, Инайда грубый, өмірден біраз тәжірибе алған. Менің айтатын адамым қатал, бірақ өте қамқор. Басеке момын, басеке. Момын. Аманбек, дұрыс. Ең көп, не дейді, команда осыныкі. Ең көп адамға бастық осы ғой. Күнде новый команда қабылдап, новый шығап салады. Рахмет, Алла разы болсын. Келесі кезекте жаңа айтып өткеніміздей продукт бөлімінен ішіне контент бөлімі бар, яғни жасалған жаңағы айтып өткен фих сабағы бар, хадис сабағы бар, соған жетекшілік қылып жүрген Асыланды өзінің жұмыстарымен қысқаша таныстырып өтуге шақырамыз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Жалпы сіздерге қазір осы продукты бөліміндегі контент бойынша осы уақытқа дейін не жасалынды, қандай жұмыстар жасалынды, сол жайында бір қысқаша таныстырып кетсем. Бірінші бізде осы қосымшамыздағы тегін сабақтар. Бірінші дәрет практикасы, яғни дәрет алудың үлгі видео сабағы. Жалпы бұл жерде біз бірінші сурет арқылы қай жерді жуу керек, парыз болған қай жер, сол жерлерді осылай қызыл сызықпен беріп, одан кейін видео сабақ қосылады. Каждый басынан бастап соңына дейін осылай беріп отырамыз. Сүннеттері бөлек, парыздары бөлек, каждыйын осылай түсіріп осы платформамызға тегін формат ретінде берген болатынбыз. Келесі бізде намаз практикасы, яғни намаз оқу видеосы. Жалпы бұл ер кісілерге және әйел кісілерге арнайы жасалынды, түсірілді. Одан кейін қазақша, орысша форматта. Бұл жерде ерекшелігі, мысалы имам, намаз оқушы адам, егер ол мысалы бір сөзді, мысалы сүрені немесе дауыстап айтатын болса, көк жазумен шығады, яғни дауыстап оқиды. Ал егер іште айтатын болса, қысылмен, яғни іштен оқиды деген сияқты адамға түсінікті ретінде осылай берген болатынбыз. Яғни бұл жерде
әр намаз сүннетімен, парызымен бөлек-бөлек түседі яғни. Келесі енді осы қосымшамыздағы сабақтарға келетін болсақ, бұл сабақтар яғни қазір қосымшада жоқ, алдағы уақытта шығарылатын сабақтар. Біріншісі фиқ сабақтары. Жалпы фиқ бізде 2 бөлімнен тұрады әзірге. Тахарат бөлімі және намаз бөлімі. Тахарат бөлімі 12 сабақтан, намаз бөлімі 27 сабақтан тұрады. Біз сабақтарды ұстазбен түсірдік, ал одан кейін монтажы бұл бізде инфографика, яғни кестелер арқылы, схемалар арқылы, суреттер арқылы, яғни визуалды осы фиқ сабағын берген болатынбыз. Бұл сабақтарда да яғни қазақша Ерғали ұстазымызбен, орысша Асқар ұстазымызбен түсірген болатынбыз. Әр сабақтың астында бізде тапсырмалар болады. Тапсырмаларды біз 2 деңгейге бөлдік. А деңгейі және Б деңгейі бұл. 2 деңгейде бізде жасанды интеллектпен дайындалды. А деңгейінде жалпы біз осы уақытқа дейін көрген тапсырмаларымыз, тесттеріміз 4 вариант ретінде сондай болатын, яғни А, Б, С, Д деген сияқты. Ал бұл жерде шәкіртке сұрақ беріледі, шәкірт сұраққа жауапты, яғни жазбаша жазу керек. Мысалы, фиқ ілімінде кіші сүбдің көлемі қандай әдіс арқылы анықталады. Бұл жерде шәкірт сабақты алғанын не істеу керек? Жазу керек қолмен. Сол жерде біз, яғни ол шәкірт сабақты түсінді ме, оқыды ма, осы арқылы біз біле алатын боламыз. Келесі деңгей бізде Б деңгейі деп аталады. Б деңгейі бұл жалпы мақсаты шәкірт сабақты біз сияқты түсінді ме. Яғни біз шәкіртке ситуациялық сұрақтар береміз. Неше түрлі ситуациялық сұрақтар. Мысалы, мына жерде көріп тұрғандарыңыздай краннан даттанған сұрақ тұр. Шәкіртке сұрақ ретінде, яғни осы сумен дәрет ала аламыз ба, жоқ па? Шәкірт иә, жоқ жауабын береді. Одан кейін біз шәкірттен себебін сұраймыз. Ол иә деп жауап берсе де, жоқ деп жауап берсе де, себебін сұраймыз. Шәкірт себебін жазып, одан кейін егер дұрыс болса, жауабыңыз дұрыс деп толық жауап беретін боламыз. Ал егер дұрыс жауап бермесе, біз ол кісіге бір көмек ретінде қағида беретін боламыз. Яғни осы қағида ретінде осы қағидамен сіз осы сұраққа қайтадан жауап беріп көріңіз деген сияқты тағы бір мүмкіндік береміз. Жалпы осы 2 бөлім. Келесі сабағымыз хадис сабағы. Бұны біз Қайрат ұстазымызбен қазақша түсірген болатынбыз, Асқар ұстазымызбен орысша түсірдік. Жалпы хадис бөлімі де 2 бөлімнен тұрады. Бірінші хадис тарихы, одан кейін хадис терминологиясы. Хадис тарихы бізде 19 сабақтан тұрады. Бұл сабақтар толық бізде түсірілді, қазақша, орысша. Видеода жаңа айтқанымыздай фиқ сабағы сияқты ұстаз, одан кейін осылай суреттер арқылы, кестелер арқылы осылай сабақты шәкіртке түсінікті етіп берген болатынбыз. Жалпы бұл хадис сабақтарында да өзінің арнайы тапсырмалар бар. Жалпы хадисте білесіздер, бізде терминдер көп. Сахих, әлсіз деген сияқты терминдер көп. Яғни ол терминдерді шәкіртке жаттатуымыз үшін біз осы флипкарт форматында біз тапсырма жасайтын боламыз. Мысалы, хадис ол шәкірт жаттау үшін флип сөзін басса, артында яғни анықтамасы шығады. Осылай шәкірт кез келген осы терминдерді жаттауы мүмкіндігі болады. Келесі бізде тапсырмасы жаңағы фиқ іліміндегі А деңгейі бар ғой. Сол А деңгейі. Хадис терминдерден басқа сұрақтарды осы А деңгеймен беретін боламыз. Енді келесі бізде алдағы уақытта түсіргіміз келетін курстар, сабақтар. Біріншісі жаңағы көп тұрғанымыздай Құран курсын тағы да бір басқа форматта түсіру, одан кейін ақида сабағы, қаржылық сабағы фиқ сабақтарын жалғастыру. Қаржылық, ораза, зекет сияқты осы ғибадатты толықтай бітіру фиқ сабағында. Жалпылама осы. Рахмет, Аслан, Алла разы болсын. Жалпы бүгінгі келіп жатқан, жаңадан келіп жатқан мамандар, жаңадан келіп жатқан студенттерге қатысты бұл әрбір слайдпен, әрбір Асланның слайды болсын, жалғастығы болсын, ішіндегі әрбір деталь не нәрсені білдіреді дегенде алдағы уақытта да біз толықтай әр бөлімге жеке-жеке кіріп сіздерге онбординг жасайтын боламыз.
Ал енді кезекті сөз кезегі. Қайыр сөзімізге келеміз. Қайыр сөз осы ағарту ұжымы, оның ішінде мамандардың жасап жатқан осыған дейін жасаған жұмыстар бойынша бағалап және алдағы уақытта жігерлендіру сөздерін айтып өтсеңіз. Рахмет. Альхамдулилля, вассалату вассаламу аля расулилля. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Құрметті шәкірттер, әріптестер, енді бізде шәкірттерде әріптес болдық, біраз шәкірттермен. Енді бұл жерде айта кету керек, енді Төкеңнің төлеген ұстаздарының үлкен еңбегі, сіздер анау көпшілігіңді кішкентай күнінен тәрбиелеп, мәпелеп, осы күнге дейін жеткізіп, осындай теория, практика бәрін қатар үйретіп, осындай жетістікке жетіп жатсыздар. Енді біз осы ағарту жобасы аясында да жігіттердің еңбегін көрдік. Енді сіздерге және жаңа талапкерлер бар деп жатыр енді осы оқу жылына. Алдыңғы буынға қарасаңыздар, олар сіздерге ісімен үлгі болады, жай сөзімен емес. Өйткені іс, жақсы білесіздер, дініміз иман мен амал әрдайым қатар жүреді. Амалсыз шариғатта білесіздер, иман кәміл болмайды. Сол үшін амал өте маңызды. Сол үшін де Құранда «Құли амалу фәсайараллаху амалакум» дейді. Расулуху вал муъминун. Яғни амал жасаңдар, әрекет етіңдер, Алла оны көреді. 24/7 Алла біздің не істеп, не қойып жатқанымызды жақсы біледі. Бірақ мен жігіттердің көпшілігінде көрдім, өте маңызды нәрсе. Жалпы кез келген өмірде, кәсіпте жетістікке жетем десеңіздер, мына хадисті жадыларыңызға сақтаңыздар. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям «Инналлаха юхиббу иза амила ахадукум амалан» қалай? Айютқина. Кімде-кім сендердің бір іс жасаса, амалан, қандай, пол жуасың ба, күзетші боласың ба, мал бағасың ба, қай саланың маманы болма, пайғамбарымыз айтады. Қандай іс жасама, тиянақты, кемел, дұрыс, толық жаса дейді. Сол кезде Алла оны жақсы көреді. Алланың махаббатына бөленесің. Сол үшін қандай іс болмасын, бұл жерде сіз білім аласыз. Білім алу үшін де еңбектену керек. Сондықтан сол жолда сен тиянақты болу керексің, мұқият болу керексің. Кемел түрде сол ісіңді атқару керексің. Сол кезде саған Алла тағала нәтиже береді. Сондықтан қай сала болмасын, сол саланы зерттеп, соған толық көңіл бөліп, оқып, сөйтіп кіріссең, нәтиже көресің. Бірақ нәтижеңнен береке табу үшін рухани себептер бар. Рухани факторлар бар. Ол жеткіліксіз. Сен егесің, суарасың, түптейсің, құнарлы жерге егесің. Бірақ нәтиже болады, өседі. Бірақ қаншалықты өнім береді саған сол ісің. Берекелі өнім беру үшін не істеу керек? Сіздерге тағы бір насихат, тақуалық керек. Тақуалық. Өйткені Алла тағала «Умен яттақилла яж'ал лаху махража ва ярзуқху мин хайсу ла яхтасиб». Білдіңіз бе? Демек, бірінші материалдық себептерді оқисыз, еңбектенесіз, сауатты түрде себептерді ұстанасыз. Бірақ ар жағында не? Сені жоқтан бар еткен, сені осындай көркем бейнеде жаратқан Алланы ұмытпайсың. Сол кезде Алла тағала мына өмірдегі кез келген проблемаңды шешеді.
саған есепсіз. Сен есептейсің, бүйтем, мынадай табам, былай табам. Алла есептемей бере салады. Нәтижеде. Береке. Түсіндің? Және өте маңызды нәрсе. Тағы да рухани фактор. Өте маңызды нәрсе. Осы алдағы өмірлеріңде, істеріңде береке табу үшін пайғамбар тағы бір хадисінде не дейді? لو أنكم تتوكلون الله يعني حق توكل Аллаға шынайы тәуекел етсеңдер. Ля разақакумуллах кама ярзуқу тайр. Білесіңдер хадисті? Құстар ұясынан ұшып шығады, қайда бара жатыр? Ол білмейді. Бірақ Аллаға 100%, 99 емес, 100% тәуекел етеді. Алла кешкісін жемсауын толық қайтарады. Себептерге жабысасыңдар, нәтижені Аллаға қалдырасыңдар. Түсінді? Нәтижеге араласпаңдар. Нәтижеге араластың ба, Алла өзіңе тастап қояды. Бірақ сен әлсізсің. Себептерді сауатты ұстанасың. Нәтижені 100% Аллаға қалдырасың. Оқисың, дайындаласың. Бірақ қандай бағаласың, қалай емтихан, оны Аллаға қалдыр. Түсінді? Спортпен айналысасың. Жасайсың тренировка, күндіз-түні дайындаласың. Бірақ сен 100% дайындалсаң да жеңіп қалуы мүмкін. Солай ма? Нәтижені білмейсің сен. Енді нәтижені Аллаға қалдырасың. Енді тәуекел етесің. Оған қарсы сенде көп дүниелер бар, уақыт алмай. Жалпы көпшілік енді діни білім алып жатсыздар, діни білім алғалы жатсыздар, сол үшін де діни тұрғыдан айтып жатырмыз. Бұл енді қай тұрғыдан болмасын, өте маңызды. Сол үшін осы кезге дейін мен неге айтып отырмын? Өйткені біздің жігіттердің жұмысында тиянақтылық бар. Білдіңіз ба? Тиянақтылық бар. Итқандың қожа. Соның нәтижесін көріп жатырмыз. Аллаға шүкір. Және ниеттеріңіз, адалдық, туралық секілді адами ізгі қасиеттерді адамның бойында болса, Алла тағала ондай адамдардың ісіне береке берер сөзсіз. Сол үшін міне Абан бастаған топ бар жігіттерге, қыздарға өз атымнан ерекше алғыс айтамын. Әрине кемел түрлері, кемелдік Аллаға тән ғой. Бірақ біз өз деңгейіміздегі кемелдік, өз деңгейіміздегі осындай бір жұмыстарды атқару біздің ағарту жобасында болып жатыр. Әлі атқарылатын жұмыстар көп. Соған алдағы уақытта осы салада жүрген жігіттерге, қыздарға үлкен жетістік тілеймін, табыс тілеймін. Әрине уама тауфиқи илля билля. Осыны ұмытпасаңыздар, иншалла жетістік біздің жанымызда. Алла разы болсын жігіттер, көп рахмет. Алла разы болсын. Сөзінде сіздің қолыңыздан сол бірнеше ерекше атап өтетін мамандар бар, соларды марапаттау етсек. Келді, кім бұл? Бұлай сөзбен сипаттайтын болсақ, команданың жүрегі, душа компания дейді ғой. Яғни ол келгеннен бастап команданың көңіл күйі 180 градусқа өзгеріп, басқаша тын алады. Асылбек. Асылбек пен Диас сол бізде сату бөліміндегі Ақшасын бер. Аманбектің оң қолы мен сол қолы деп айтсақ болады. Келесі кезекте Все луксы самый пунктуальный. Қыздардың ағылады. Ой, қайсы
Рамазаннан. оның аты сол дисциплинамен тең деп айтсақ болады. Иә, өзінің аты да бұдан басталған екен. Және келесі кезекте Оның негізі ер болған ер жігіт, сосын ашшы. Сильное заявление. Үшіншіден, бүкіл адам көңілін тамсайып, төртіншіден, сөзден қатты қорқады. Сөзден кетеді, қалай болады дейді. Бесіншіден, әдемі үшін өзін жертветтеп, әдемі болып көріну үшін, әдемі болу үшін түрлі операциялар болады. Сізге қалып Қантайған адамға бәрі алып алып болды, ең соңында кім қалды сол? бұл Мадияр. Мадиярды ерекше атап өтсек болады. Осы ағарту академиясы басталғаннан бастап Қайрат ұстаз деген парақшаның SMM болып келіп, ары қарай сол контент маркетинг контент бөлімі соңына дейін алып жүрген. Алла қаласа сол жұмысты ары қарай Бекханға тапсырып, өзі жаңа белестерді бағындыруға жолға шықты. Осымен бүгін біздің салтанатты іс-шарамыздың бөлігі аяқталды деп айтсақ болады. Уақыттың тығыздығына байланысты және ұстаздардың сапарға шығу керек. Соған байланысты ұстаздарымызды алғыс айтып, түскі асқа өткізсек, ары қарай жаңа айтып өткеніміздей ұжымда жасайтын барлық мамандар үшін негізі премиясы да, номинациясы да, ойыны да бар. Одан бөлек мен жаңадан келіп жатқан мамандарға сіздердің алдарыңызда ағаларыңыз, әпкелеріңіз, сіздер үшін де өз тарапынан бір сыйлықтар дайындады. Соны қазір шараның соңында табыстайтын болады. Ұстаздар, сізге рахмет. Алла қаласа түскі асқа өтсек, сіздер тұра береміз. Дархана. Қазір не ғой? Мен берейін өтін Сертификат көрсетеді до конца. Барлығын ба? Также видеоға түсірін бе? Барлығын видеоға түсірін. Жақсылық де, жақсы беру. Молодец. Мен артына екі шапалақ. Сигараны ашылған ба? Кеш. Так, жігіттер, қыздар, ары қарай жаңа айткендей барлығына қатысты марапат бар. Барлығы деген жаңа ұжымда жұмыс жасайтын Қашан көп болдың? бастайық онда, уақыт кетірмей, одан кейін барлығымыз түскі асқа өтетін боламыз. Так, баста. Нұрберген жоқ, я Нұрбергенді өткізіп жіберейік. Нұрберген негізі. Нұрберген кім? Адель бар ма? Бұл? Зейін бар баласы біздің. Кет, ортаға. Новый адамдар келеді дегенді естіген мо? Тазанда күшті бодаздан. Жаңадан келіп жатқан мамандар, бұл атты атап өтпей болмайды. Өйткені азды көпті уже жұмыс жасады. Алдағы уақытта жақсы нәтижелер күтеміз. Иншалла. Келесі. Мадемді жоқ, Так, келесі слайдқа өткіш жері бар, жауабым бар. Дұрыс, Рамазан. Рамазан да. Оразамен да.
Енді бұл жолы біз суреттерге қатты фокус қоймадық. Алдыңғы неде жаңағыдай көп еңбектенбедік деп айтсақ болады. Слайдтарға қатты ондай терлемедік. Құтты болсын. Мықты нәтижеге жетеміз, иншалла. Мерейде командаға ұжымға бізге осы жақында қосылды, сервисте жұмыс жасайды. Нәтижелер жайында толық айтып өту қиындау, өйткені тек 2 ай ғана толық жұмыс жасады. Алдағы уақытта тек қана жақсы жағынан көрінеді деп сенеміз. Келесі. Ортаға шақырамыз. Алдағы уақытта таныс боласың деп ойлаймын. Сапинниктер ма? Сервистегі? Жоқ, бұл сервис емес. Кітаппен деген жаңа парақша ашылды. Соның ішінде осы ағарту ұжымында құрылтайшылардың кітабын сататын боламыз. Соны енді кірісіп жатқан мамандар. Тәкесі клиптің апайды екенді. Асырыз екен. Так. Ойын бөлігі күшті екен, иә? Анмайым да. Без комментарий. Жүсіпқалиева Назике. Назике дәл солай. Кітаппен кірісті. Одан бөлек те кешегі осы болатын іс-шараға сіздер далада ойнаған жаңа қыздарға қатысты іс-шараны ұйымдастырып атсалысып жатқан мамандардың бірі. Бар ма? Айсу Айгерім. Енді ұжымға енді қосылып жатыр, сервис бөлімінде. Қамқорлық ағарту несінде тобына табасыздар. Кеттік. Мәншік. Әлия ма? Телефоныңа болды. Қалимолла Әлия. Неге қатшы отыр, микрофонға да? Құтты болсын. Молодец, Әлия. Оқы десе жүрек айдайтын қыз. Оқыдан зардап шеккен. Мынау ұйқыдан ару. Жаңа піскен бізге жаңалықтар бізге. Кім? Ағаш. Елес. Бұл адамның Мойнына қалай мен әлі шоқпын жаңағы. Мен деп сонда қалды саялап тұрған гүлдерді. Андай қатты логика керек емес па оны? Сен Ерболат ешкім үндемей жатса келесі өтті аша емессің. Қинама бізді. Келесі. Выяснемеді. Айым бар ма? Ай болғызды айым. Құтты болсын. Бүгін? Айтпады? Құрылық бөлімінде Зедик. Мынау күн десең. Ай күн дейтін жоқ па? Ол қандай? Қызыл шашан болған ба? Оған айлар ма? Ай. Бонус айып қоп кет. Ол бонусымен көріп алып. Қандай да? Қатты. Айтайық. Болсын. Мен сұрайын, бұл бізде жасай ма? Иә? Екеуінде ма? Екі жұмыс жасайды, семьясыра жүр, ойнамасын. Әбетке дейін кітап жазады, әбетке дейін курсы. Мынау кім болды екен? Андай, ешқандай. Креатив жатыр. Мынау жасыру болған жоқ, мынау политик болды. Қандай ғой мен? Не айтайын?
Өзімді мынадан алыстадайын. Ақтамадан оправдание? Ана барию мен. Айтайын деген, менде де бір жаңалық бар. Күні кеше, сол кешке келіншегім аржан хабарласып, больницаға барды, роддомға барды деп хабарласты. Содан апардық, сонымен түнмен заттарын тасыйсын, жаңағыдай нелер бар, сөмкелер бар деген сияқты таңға дейін сөйтіп жүрдік. Айтайын деген, мынаны қарайтын уақыт болған жоқ менде. Мына кемшілікті бетке басы ғой мынау. Жоқ, мен айтайын деген, келесі былай суреттер бүйтіп қоя салатын болсақ, бұл жұмбақ емес, бұл деген Көташу. Давай келесі құлағын жасырайық адамдар. Тек дармана айта боламыз. Қалымдарын таппаймыз. Кеттік. Ибн Кенжетай. Дүйсенбай Кенжетай. Менімен бірге курста оққан, маған 1 жыл шыдаған. Комнатымда жатты еще. Терезе ашып қойсам жап деп айтар екен. Ол басқысы ғой. Көшеден тұрам ғой. Жақсылық Жақсыбекұлы. Сен, я сен. Баш. Тоже менімен подкурс оққан. Бонус деп жүрдік, ақыры жетті бонусқа. Сервистен бонус алмайтын болғасын. Ақыры осындай алу шықты. Жылына, жарты жылда ма, жылына ма 1 рет. Кеттік. 1000 теңге. Молодец. Просто так толстовкасын оқызын тауып аласың. Жасыл толстовкадан тауып аласың бұл бар ғой. Қандай милый отыр ғой. Жұмабек Ильяс. Капуря. Құтты болсын, Ильяс. Молодец, Ильяс. Давай. Келесі. Ерболат. Ерболат, өзі бүйтіп қойды. Молодец. Фото түспейсіңдер ме? Біз фото салдық. Молодец. Не yapsın? Küçük fotoğrafını okuyoruz. Bu kadar oldun be. Ya iyi mesleği vergensiniz o kadar. Jasan direkt деген сайын еді. Мына шірей ғой. Не мынау? Сары роман таққан. Неге бұра? Құдай өсін. Әйгерім де. Қай жеріне қарамай келді? Қай жеріне келді? Ебай. Логика чекину пак болды ма? Молодец әйгерім. Ұлдана! Нақшбек, ұлдана! Ұлдана студию! Осындай хотя бы бірдеңе сұр. Жаңа кішкене құттай балдарды фото сұрасаң менен, үй жақта детдом бар соны құлаған. Негізі бәрі нормально еді. Мұрастыр ғой! Жаным жүрегім! Кішкентайында кітапханада өскен ғой. Үйіндегі кітапхананы сақ кеткен сол. Мұратжан! Ұйықтап ма? Әлі ұйықтап ма? Жоқ, Мұратжан. Келесі. Так, есімі аталмағандар түсініп отырсыздар ғой? Жоқ сіздерге. Мынау. Айжан дүкені өп кетті. Талғат бар? Талғат қой. Неге ол? Талғат сен бірден тауып олдың е. Мені саған мұсың просто. Сен татуировкадан тауып олдың. Толсында кет. Короче, опың адамдар маған шот алып бересіңдер. Лик бермей ма ты? Аслан! Жәсік қой, жәсік. Бека ғой, бека. Бека ғой, жәсік қой. Жәсік қой, ма? Бека ғой. Жәсік қой, жәсік қой. Жалғыз штук. Мен тыңдайтын маман. Еркек.
еркек. Клиентті өзінің семьясындай көретін маман. Опадан шыққандар осыны айтуға. Ақылдас. Клиенттерге Иба аға әлі түскен жоқсың ба дедім. Мен саған 2 ай бұрын соңдадым. Сен ертең мешітке барамын дедім, бірақ әлі түспепсің ғой. Кәусер, әлі сондай. Кәусер ama примерно 2 жыл бұрын бар, Az yıl okup duralım mı? Kamandan şırayla böyle Pata, drondan pataloq koyup ketken maman. Sinirona vurdu. Klientin sonunda doner jetin 2 dengesini alıp geledi. Evet, kaçağa. Bugün bu. Nurhan ba? Nurhan? Naturi ba? Nurhan. Doğru. Kim koyuyor Beka? Hadi kurtar. İzlesin de kişine. Iba zin андай қылып қойған. Sen короче бүгіннен бастап гарем күзетесің. Құлаға қыздар есігінің алдында тұрасың. Қағазда. Молодец. Келе сала 3 миллион жапқан. Жүрегім. Қыздар қатты креатив жоқ. Foto ko'rsatadi. Енді бізде сатуда көп қыздар жұмыс істеді. Соның ішінен өз орнын алып қалған маман ғой. Көп қыздар шығып кетті. Өз достоин ол дәлелдеген. Әділет, Көксон. Оның алдында көбірек қойды. Әділет. Китайский Көксон. Әділетті айта кетейік, келдім, саттым, кеттім. Дәл сондай маман жұмысқа кез келген уақытта келеді, сатады қайтады. Ол Аязжан. Бұл Раниланың сіңлісі десек болады. Иба әлі түскен жоқсың ба не дейтін клиент. Клиентке звондайды, әлі құрамға түспейтін ба не. Одан кейін бітті. Сен байсылап? Солай ма? Өзің білесің ба сен екен? Сені сұрады ма? Ислам. Ислам Алла қаласа келесі жылы сол Бекхан Мадиярдың орнын басқандай Ислам сол Бекханның орнын басады деп тілейміз. Немесе одан да ары қарай жүргенден жақсы негізі. Кете берсең ба? Аялым оны. Аялымға хадис бөлімінің дамуына қосқан үлесі. Хадисті толық бітіріп нарыққа шығарғаннан кейін барып манағы айтқандай манағы ұстаздарға ұстаздардан марапатты бермеген себеп хадис әлі біткен жоқ. Ал біткеннен кейін ғана барып осыны кезде ерекшелеп атау болады. Мыңнан бірлер алды ғой сіз. Иә. Бітті ма? Болды. Серік, Мейрамбек жоқ. Барлықтарыңызға рахмет. Алла разы болсын. Енді жаңа әзілдеп отырмыз. Мына нәрсені дайындаудың өзі де негізі кәдімгідей еңбек. Болмаса сертификаттарды алмастырып көрсетіп те бере салсақ болады. Бірақ енді аздаған ресурс, аз уақытпен жұмыстар бар, жаңа сыртта дайындайтын заттар бар, ойындар бар, соны бірге алып жүріп осындай жасаған ұйымдастырушыларға Сындар бар, Кәусар бар, Ерболат бар, одан бөлек кеше кімдер дайындады? Ислам бар, Назерке, Толғанай, соларға тағы алғыс білдіреміз. Баршамыздың атымыздан. Мен түсінгенім енді келесіде мүмкін Асылбек сен жүргізетін сияқтысың осындай шараларды. Жүргізуге әсіресе міндетті түрде жаңа ойыма келіп отыр, міндетті түрде мен келіп оның бәрі нәрсені жүргізу деген нәрсе жоқ. Мысалы мен
қолынан келмеуі де мүмкін. Былай шығып адамдарда ерекшелеп шығарып көңіл күй сыйлап деген ол да кәдімгідей бір өнер. Жоқ нәрсені, өзімде жоқ нәрсені бүйтіп әр жерге тыға беру де дұрыс емес деп ойлаймын. Сол үшін де келесіде бір шара ұйымдастырылатын болса, және сол шара сіздердің ойлаған деңгейде жасау керек деп ойласаңдар, онда келіп өздеріңіз яғни активность танытып, сол шараны сондай деңгейде өткізу керек. Ал енді осылай деңгейде өткізген үшін қысқа уақытта, қысқа ресурстармен, аздаған ресурстармен жасап шыққан адамдарға қатысты ешқандай сын болады деп ойламаймын. Жаңа айтып өткенімізде, жаңадан келіп жатқан конкурстан келіп жатқан қыздар ұлдарға қатысты, қыздарға өзінің сыйлығы бар, соны табыстап, содан кейін Алла қаласа түскі асқа барайық. Түскі астан кейін сол погодаға қараймыз. Егер бәрі жақсы болып тұрса, ары қарата жалғастыруға болады ойындарды. Егер погода бұзылып қалатын болса, онда автобус шақырып Алла қаласа қайтамыз. Қандай да бір сұрақтар болса, тілектер болса, ұсыныстар болса, қазір сол момент келіп тұр, келіп ортаға шығып, ұсыныстарымды, тілектерімді бөлісеңдер болады. Тілек айтайын ба? Тілегіңіз, көңіл айтып кетпеңдер, жалпы ұсыныс нақты. Деймін енді, айтылған тілектердің бәрі қабыл болсын. Болды, бітіреміз ғой. Әйтеген айтып болып қалмасын, мысалға мына кетіп бара жатқан бірінші курс бітірген мамандарға ақ жол тілейміз. Оның ішінде мадияр ерекше атап өтуге болады. Ақ жол қаратасыз. Қандай жұмысқа қатысты жақсы болсын, жаман болсын жұмыстар атқарылды. Ол бірақ сол жұмыс үстелінің үстінде қалады деп ойлаймыз. Жұмыс үстелінде қалдыру да, қалдырмау да, оны ол настроение ғой. Керек болса сен, мысалы саған бір ескерту айтылатын болса, если хочешь, қалтаңа салып аласың. Если хочешь, сол үстіне қойып кетесің сол жұмыс үстелінің үстіне. Яғни саған белгілі бір деңгейде ескерту айтылса, ол мадияр қатысты емес, жалпы болмай тұратын. Мадияр сен ішіп кетіп отыр, түсіпсің оған яғни ол сол жерде нақты бір себепке байланысты айтылған. Болмаса жеке өмірлеріне қатысты, жеке бастарына қатысты мен ешқандай нем жоқ. Артықшылығым жоқ, оны сынайтындай да менде ешқандай компетенция жоқ. Сол үшін оны дұрыс қабылдау керек. Алдағы уақытта осы нәрсемен жұмыс жасайтын боламыз. Қыздарға да қатысты кейде ескерту айтылған кезде ол жеке бастарына қатысы жоқ ешқандай. Бірақ маман ретінде өсім келе ма, онда сол ескертулерді жойып, минустар плюсқа айналдырып, ары қарата өсу керек. Жақсы рахмет, Алла болсын. Жаңа сыйлықтарды табыстайық. Төртінші курста шығамыз. По сценарию, алдыңғы буын, артқы буынға табыстамайсыңдар ма, біздің көзімізше? Мына видеоға может түсіріп алу керек болатын шығар, жаңа сыйлық бергендеріңізше. Кішкене күтіп 5 минут сабыр етіңдер, беріп, соның ішінде мына подкурстан бар ма? Старшын ма, бір старший болсын. Подкурс екі адам шыға емес орта. Подкурс старшина ма, старшина? Бедуй. Бедуй Ақмырзай бұл. Бар ма қыздарға? Қыздардың әмірші. Жүзіктер әмірші. Міне, біздермен таныстыңдар деп ойлаймыз. Кішігірім былай жатқан кезде впечатление, сіздердің алған әсерлеріңізбен бөлісіп, қандай ой түйдіңдер, алдағы уақытта қандай Құдай сақтасын ба, әлде мыналармен жұмыс істеуге болады екен ба? Маған қарап баға бермеңдер. Мен өзім байым бөлейін. Мен жұмыс істей жүрмін. Ассалаумағалейкум, баршаңыз ба? Ағарту академиясына өте үлкен рахмет айтамын. Бүгінгі күн әдемі болып жатыр. Осындай біздің ауыл деген проекттің көптен бері көріп жүргенбіз. Біздің ауылының бүгін келіп қалды. Сізге көп рахмет. Қыдыратын жеріне отыр ғой, қалған білмеймін. Бірден шықты, бірден айтты, жұмысың жоқ. Жоқ, бәрі әдемі болып жатыр, Алла разы болсын. Кетеді бұйырса жұмысымыз. Жоқ, бұл бір былай сыйлық болады. Текат деген ма? Керек. Баршаңызға ассалаумағалейкум. Осы келіп қалып жатыр
осылай тыңдауға және де ағарту академиясына көптеген мында бір алғыс. Алланың қалауымен иншалла бұйыртса сіздердің командаларыңызға қосыламыз деп ойлаймын. Ұнап жатыр өте бәрі. Біздер сіздерді күтеміз. Бұл бір келіп жатқан мамандар сіздер дұрыс түсінесіздер деп ойлаймын. Ертең әрбір бөлімге кіріп, әрбір бөлімнің қандай нәрсемен айналысады, осыған қандай жұмыстар атқарды деген жұмыстармен таныстырамыз. Сол кезде әр маманның өз ыңғайына сай, одан бөлек белгілі бір тәртіп бар, қай бөлімнен бастау керек деген сияқты. Сол кезде былай айтқан кезде, мысалға сіздің есіміңіз Бекзат. Мысалы Бекзатты мен танымаймын, бірақ подкурста бір-екі рет көрген шығармын, немесе басқа бір бала бар ма тағы да? Мен мысалы. Подкурстан кез келген бір атын айтып сал. Бекзат. Мысалы қолғанат. Мен қолғанатпен, мысалы Бекзат мен үшін қолғанат та Бекзат та просто адам ретінде ешқандай не жоқ, бөліп жармаймын. Бірақ мен мысалы таныған бойынша, осы күнге дейін жинаған тәжірибем бойынша бүйтіп айта аламын: Бекзат, сен меніңше осы бөлімге лайықтырасың және сен осы жақтан көбірек нәтиже көрсетесің. Немесе қолғанат, сен дәл солай мына бөлімде көбірек нәтиже көрсетесің және ол сенің оң жамбасына келеді деп ойлаймын. Бұл менің басым кезде сіздерге берген насихат немесе кеңес деп айтсақ болады. Оны алдыңғы жылы кішкене бір мүмкін дұрыс емес формада келтірген болғанбыз. Сол енді осы жылдан бастап нақты бір тәртіп қойдық, қай бөлімнен кіреміз, қай бөлімнен шығамыз, қай уақытта оны бітіреміз деген сияқты. Сол үшін жоқ, мен мына бөлімнен ыңғайым келмейді екен деп бастамай жатып, аяғын суға салмай жатып, уже артқа тартынудан қазірден бастап сақтаныңдар. Сен бірінші курстың. Және бірінші курс әлі 4 жыл деген келіп сразу білмеймін, я маркетинг, я продукт, мен болды, осы сияқты жасаймын деген нәрсені ұмыту керек. Міндетті түрде қайсысы болса да барлық бөлімге салып шығамыз. Ол біздің интересте. Егер сен 4-ші курсқа келген кезде нақты бір жобамен, нақты бір проектпен айналысқан және соған жетекшілік қылатын, өзіңді солай қылып көретін болсаң, демек былайша кезде айтқанды тыңда. Сен сату да білу керексің, сен сервис көрсетті білу керексің, маркетингті да білу керексің. Мен айтып жатқан жоқ, ол жақта қаласың, жұмыс істейсің. 4 курстан кейін өзің біл қай жақта. Я қаласың, я кетесің, ол енді жеке таңдау. Бірақ біз потенциальный ары бізбен жалғастыратын маман ретінде сіздерге осындай бір жолды сызып қойдық. Енді қазір оны детально айтып қажет емес. Сол үшін алдыға айтып қоядым. Егер сіздерге мына бөлімге кел, мына бөлім жаса десе, демек иншалла оның артында қайыр бар деп ойлаңыздар. Жаңа айтып өткендей, болмаса мен сіздерді былайша енді танысып отырмын, сіздерге бір үшін шетелдік, бір үшін ауыртпашылық ондай қаламаймыз. Жақсы, рахмет. Сыйлыққа таратып, одан кейін түске асқанмын. Мадияр бірінші айтады. Қош келдіңіздер. Сыйлық жайлы айтып жіберейін деген ғой біздің балдар. Сіздерге негізінде сыйлық беру мақсатымыз мысалға әрбір 2-ші курс бар, 3-ші курс бар, 4-ші курс бар, сіздерге болашақта керек болады ау деген заттарды дайындағанбыз негізінде. Неққа жоқ, бірақ неқта палатка жақта қалды да. Ішке барғаннан кейін балдар өздері табыстайтып берсе. Сізде ұлдар жағы, қыздар жағы күшті ойнап кетті. Машалла. Керемет. Кім береді қыздар? Күшті видео түсу керек ма? Сендер жарсын бір өтірік беріп жатқан сияқты сөз көрейік. Ішке барып түсіреміз. Кән. Қыздар, подаркілерің құтты болсын.
игіліктерге пайдаланыңдар. Оқыңдар, тоқыңдар, шоқыңдар. Қанаттыға қақтырмаңдар. Фотоға түспесіңдер ма, отчетқа, фотоға бәрін, ортаға жиналыңдар. Ұрыстырмаңдар мені, айқайластырмаңдар, давай тез.